Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге КСРО-ның әлемдік державаға айналдырған не екенін айтатын боламын. Яғни қалайша өте мықты мемлекет болғандығы, не үшін құлағандығы, былайша алғанда Кеңес одағының тарихын қамтимыз. Видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен қолдау, және бұл қазақ тілді контенттің дамуына үлкен септігін тигізеді. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. 1917 жыл. Осы жылы жұмысшылар төңкеріс орнады. Бұл төңкерістің орнау себебі патшаның билік басында дұрыс отыра алмағандығынан, Бірінші дүниежүзілік соғыстан тиімсіз шыққандығынан, көптеген зауыттардың тоқтатылуынан, былайша алғанда елде тұрақсыздық кесірінен болды. Осы жағдайдан шығу үшін байлар мен кедейлер бірігіп патшаға қарсы шықты. Ол кезде елді Николай патша басқарып отырды. Осылайша елде Лениннің билігі орнады. Ленин ол капиталистік жолдарын бас тартып, социалистік жолға түсуді қолдады. Бірақ та елде байлар болды. Олар өздерінің барлық тапқан ақшасын жайдан-жай үкіметке бергісі келмеді. Сондықтан елде 1918-20 жылдар аралығындағы азамат соғысы орнады. Бұл соғысқа тіпті ақш және басқа да азулы капиталистік елдер араласты. Олар әрине байларды қолдады, себебі ақш бизнес жолын жақтады, ал Кеңес одағы барлық зат үкіметтікі, тек үкімет қана елді қамтып отырды. Ендігі кезде байларда одақтаста, ақшада, қару-жарақта болды. Тіпті керек десе, басқа елдерден әскер жалдай алды. Бірақ неге жеңіліп қалды? Себебі Кеңес одағы әскери коммунизм саясатын ұстанды. Яғни елдегі бүкіл малдарды, артық заттарды алып кетіп отырды. Оны әскерді қамтуға қолданды. Енді әскерлер бар, бірақ елді тонау салдарынан елде аштық болады. Осылайша әскери коммунизмнің арқасында ақтар жойылды. Бірақ халық аш. Олардың барлық заттарын алып кетті. Осы жағдайдан шығу үшін жаңа экономикалық саясатқа бағытталынды. Ол РКПБ-ның 1921 жылы өткен 10-шы съезінде қабылданды. Яғни онда салғыртты алып тастап, салық енгізілді. Яғни кез келген жерден малдар мен астықты алып кетпей, тек қана уақытымен алатын болды. Және де ақшаға рұқсат берілді, кішкене саудаға рұқсат берілді. Бұл елді дамыта бастады. Бірақ бұл капиталистік бағыт болды. Сондықтан олар жесті алып тастайды. Осылайша Ленин 1924 жылы қайтыс болады. Ленин қайтыс болғаннан кейін елде билікке талас басталады. Осыдан кейін елде толықтай Сталиннің билігі орнады. Сталин билікке келгеннен кейін елді ұжымдастыруды бастап кетті. Яғни 1925 жылы Қазақстан жерін билік етуге Голошекин келді. Ол келген бойда қазақ ауылдары байлардың қолында екенін көрді. Содан кейін Голошекин кіші Қазан төңкерісін жасады. Яғни Қазақстанда социализмнің жоқ екенін көріп, ол байлардың мүлкін тәркілеуге көшеді. Яғни байлардың бүкіл малын тартып алып, оны бір жерде сақтаймын деп ойлаған болатын. Бірақ қазақтар ол малды 4 жыл мезгілінде 4 жерге көшіп отыру арқылы малдарды сақтап отырған. Ал Голошекин бұйрығы бойынша малдарды бір жерге ұстау көзделді. Енді олай да болатын еді. Бірақ Кеңес одағында не астық жоқ, не мал сақтайтын қоралар жоқ болғандықтан малдың бәрі түгел қырылады. Оған дәлел, қазақ даласында барлығы 40 миллиондай мал болса, ұжымдастырудан кейін 4,5 миллион ғана мал басы қалды. Бұл әрине қазақтардың аштыққа ұшырауына себеп болды. Осы ұжымдастыру саясатынан кейін қазақ халқында бар жоғы 1 миллиондай халық қалды. Яғни 1 миллионы аштықтан қырылса, тағы 1 миллионы Қытай, Ресей және тағы да басқа елдерге асып кетті. Осыдан кейін Сталинге осы жағдай түсіндіргісі келген зиялылар репрессияға ұшырады. Яғни жер аударылды немесе ату жазасына кесілді. Десе де Кеңес одағының жақсы жақтары да көп болды. Мысалы, білім жүйесі қалыптасты, экономика дамыды, көптеген зерттеушілер шыға бастады. Бұл әрине қазақ халқына тиімді болды. Осыдан кейін 1939 жылы Германия Польшаның сол жағын бағындырды. Ал осыдан 2 апта өткен соң Кеңес одағы оң жақ Польшаны басып алды. Бұл жағдайды Сталин былай түсіндіреді. Менің Польшаға шабуыл жасау себебім Украина жерлерін құтқару болып табылады деп баяндады. Осылайша 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталады. Осы соғыста қазақтар да, басқа халықтар да өте ерлікпен шайқасып, 1945 жылы осы соғысты жеңіспен аяқтайды.
Осылайша әлемде Германия өз үстемділігінен айырылады. Әлемді бағындыруда тек екі ел ғана бәсекелес болады. Олар әрине ақш пен КСР. Олар білім жүйесінен де, қару-жарақ шығарудан да, атом бомбасын жасаудан да, тіпті айға ұшудан да жарысқан болатын. Осылайша елде 1986 жылы Михаил Горбачев келеді. Ол келгеннен кейін елде көтерілістер басталып, Кеңес одағының әрі қарай өмір сүруіне мүмкіндік болмады. Осылайша 1991 жылы СССР құлап, әр ел өз тәуелсіздігін орнатты. Енді СССР құлады, ал СССР-дің құрамында болған елдер өмір сүру үшін Ресеймен дипломатиялық және сауда келісімдерін жүргізіп бастады. Осылайша Кеңес одағының тарихы аяқталады. Ал сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл келесі шығарылымдардың көптеп шығуына көмектеседі. Ендеше сау саламатта болыңыздар.